Инстаграмның кіші бауыры Threads деген жаңадан қоғамдық желі шықты. 5 күннің ішінде 100 миллион қолданушы пайда болды. Енді ойлаңыздар, 5 күннің ішінде 100 миллион қолданушы деген ол қандай деңгей? Әлемде осыған дейін рекорд қойған ChatGPT 2 айдың ішінде 100 миллион қолданушы болды. Яғни сонымен салыстырғанда Threads'тың қаншалықты размах бар екен көреміз да. Бірақ жалпы бұл қайдан шықты, не қоғамдық желі, бізге қандай пайдасы бар, инвесторлар болсаңыз, сіздің алып отырған акцияңызға қалай әсер етеді, соның историясын айтып өтейік та. Ең бірінші басында барлығы Илон Маск деген кісіден басталған. Илон Маскты білесіздер да, миллионер, плейбой, филантроп, железный человек. Тура сол Илон Маск кезінде осыдан 1 жыл бұрын мынандай бір твиттер жазды. Егер де менің осы опросым ұтатын болса, мен твиттерді сатып алам деп. Сосын барлығы оған опроста, енді по приколу ғой твиттерға дейтін, оған опрос сатып ал деп баса берді. Bir күні қарасақ, короче, твиттерді реально опросы ұтып кетті да, твиттерді сатып алатын болып шықты. Содан кейін ол твиттердің бүкіл руководствосына, акционерлеріне хат жазды. Мен сендердің твиттерді осындай 44 миллиард долларға сатып алғым келеді деп хат жазды. Содан кейін не болды? Сол 2 күнде мен өзім күнде твиттерда отырамын, өзім инстаграмда да, Илон Маск осы историяның барлығын бақылап жүрем. Жалпы бүкіл сетте вакханалия болды. Ана іште не болып жатқанын Құдай біледі. Біреулер соттасып жатыр, біреулер қырылысып жатыр. Ал твиттердің акциясын қарайтын болсаңыз, сол күндері резко қатты секіреді, қатты құлайды, барлығы жаңалықтарға тәуелді да. Сөйтіп жүргенде Илон Маскқа еще жеке перепискалар шығып кетеді. Сот кезінде мысалы Oracle'дың негізін қалаушымен олардан бір-бірімен миллиардерлардың әңгімесі де сыртқа шығып кетеді да, айтады мысалы осындай тема бар, ақша салым келе ма десе, $1 миллион салым келеді, $1 миллиард салым келеді, одан көбірек ақшам жоқ дейді. Ойлаңыз, $1 миллиард да. Сондай вот миллиардерлардың ортасында әңгімелер сетқа шығып кетті. Сөйтіп жүріп, Илон Маск твиттерді сатып алды. Қазір көрсеңіздер болады, твиттердің акциясы қозғалмайды, себебі твиттер дейтін публичный компаниядан қайтадан частный жеке компанияға айналып кетті да. Сөйтіп жүрген кезде Илон Масктың негізі маскасы шешіле бастады. Маскасы болғанда қалай? Біз оны бұрыннан білетіміз, қуатын адам екен. Бірақ Илон Маск біріншіден келген кезде мынандай раквинасын көтеріп келді твиттерға. Содан кейін тұрды да, маған ұнамайтын, өзінің көзқарасы бойынша ұнамайтын адамдардың барлығын жұмыстан шығара бастады. Ал твиттер дегеніміз не? Твиттер ол тек қана осы креатор дейді ғой, контент креатор, контент жасаушы адамдардан құралған қоғамдық желі. Ол жерде кейбір адамдардың осы твиттермен контрактылары бар да, амбассадорлығы бар, әртүрлі жұмыстары бар. Ал ол контракттардың барлығы сол твиттерда жұмыс жасайтын менеджерларға байланған. Егер де мен мысалы Дженнифер Лопес ретінде айталық, твиттерда бір контрактым болса, твиттермен бірге, ал ол контрактым мысалы там Радж Капур деген бір менеджермен байланысып тұрады. Ал келді да Илон Маск Радж Капур жұмыстан шығарып жіберді. Әрине мен Дженнифер Лопес одан ренжимін да, мысалы твиттерда енді жазбайтын боламын, твиттермен контрактым түземін. Сөйтіп көптеген андай контент креаторлар, креатор дейтін қалай қазақша, контент жасаушылар, осындай блогерлар барлығы твиттермен жұмыстан бас тарта бастады. Твиттер өте закрытый болды. Содан кейін твиттерда байқасаңыздар болады, Илон Масктың private jet деген болады, өзінің жеке самолетін бақылаушы бір парақша болған. Сол парақшаға Илон Маск келді да бан қойып тастады. Яғни ақырында цензуралар басталды. Илон Маскқа ұнайтын адамдар твиттерді қолдана алады, ұнамайтын адамдар қолданбайды. Содан кейін твиттерда синяя галочка деген пайда болды. Яғни сен айына мысалы $8 төлесең, $8 еді бағасын ұмытқаным, айына осындай ақша төлесең, сен синяя галочканы аласың, және ай сайын ақша төлеп тұрсың, сенде галочка болады. Яғни кез келген ақшасы бар адам өзіне осындай личностный подтверждениесін алады, өзіне галочка алып алады. Твиттерда адамдар өте закрытый, анандай шалтарский, ұрысқақ, сондай тусовкаға айналып кетті, еще Илон Масктың үлкен цензурасымен. Дәл осы моментті пайдаланған Цукерберг 2023 жылдың наурыз айынан бастап, қазір белгілі болып жатыр, наурыз айынан бастап осы Threads деген қосымшаны ойластыра бастады. Бірақ басында Threads емес, кодовый атау болды, Барселона деген. Барселона деген атаумен бірнеше елдерде бұны тексеріп көрді. Твиттердің аналогы екен, бірақ бүкіл әлемдік болмағандықтан ешқандай угроза болған жоқ та. Дәл солай үлкен осындай фонда, осындай Твиттердің жағдайы мүшкіл болып жатқан кезде, басқасының барлығы жиналып қалған кезде Threads'ті шығара салды. Алғашқы
1 миллион жазылушыны алғашқы 2 сағатта жинады. Алғашқы 7 сағатта 10 миллион жазылушы жиналды. Алғашқы 5 күнде 100 миллион қолданушы пайда болды. Қазір Threads дегеніміз не? Жай ғана Қазақстанда ол өте танымал болып кетті. Мысалы, Twitter Қазақстанда ешқашан танымал болған емес. Twitter Қазақстан емес, бүкіл біздің СНГ территориясында, ТМД территориясында Twitter мүлде танымал болған емес. Мен сияқты кейбір андай Twitterда энтузиастар, сондайлар ғана өте аз адам отыратын Twitterда, ал Threads тұрды да Қазақстанда прям бум болды. Ең үлкен жазылушысы бар, сіздер білесіздер, Марғұлан Сейсенбай да, дәл қазіргі уақытта 60 мыңнан астам жазылушысы бар. Содан кейін ол жерде картопты жарған дейді ғой, сол 1-2 күннің ішінде Threads'тің король болып кеткен Алибеков, ода 30 мың жазылушы бар. Сонымен қатар әртүрлі адамдар дейтін осы Threads'та көптеген жазылушылар жинала бастады. Маған да Threads'қа жазылып қойсаңыздар болады, өте көп қызықты оқиғаларды айтам. Но в целом Threads'тың историясы дәл осындай да, бірден жарып жіберді. Плюс бұл хайпқа не әсер етіп кетті деп ойласақ, біріншіден біз көреміз, өте мықты тайминг болды да, өте жақсы уақытта Twitter сондай қырылып жатқан кездері, Twitterға барлығы наразы болып жатқан кезде Threads фук етіп шыға қалды. Екіншіден, бұған ситуативный инфоповод дейді, ситуациялық инфоповод да қатты әсер етіп кетті. Қарайтын болсақ, дәл сол Threads'тан шығардың алдында бір айдың бұрын, примерно бір айдың шамасында Илон Маск пен Цукербергтің арасында конфликт пайда бола бастады. Ол конфликт қайдан шықты? Илон Маск Twitterда былай жазып қалған: егер де мен төбелесетін болсам, Цукербергті жыртып жіберем ғой деп. Сөйтсе, Цукерберг оған комментарийға жазып қойған ғой: назови место и время деп. Сен орны мен уақытын айт, мен дайынмын деп. Ал Цукербергті біз білеміз, өзінің Instagram парақшасында басқа жерлерде персональный тренермен дайындалып жүрген видеоларын көп салатын да, мысалы төбелесетін, осындай файтқа шығатын. Дәл сондай шетелдік Қазақстандағы рух файт деген дүниенің аналогиясы шетелдік осы Илон Маск пен Цукербергтің арасында болайын деп жатыр да. Олар қазір реально мысалы төбелесейін деп жатыр. Дәл сондай фондардың барлығы жиналды, Threads'ті өте танымал қылып жіберді. Бірақ бұдан басқа үшінші, менің ойымша ең басты себеп, қазіргі корпорацияларға біз жіті назар аударуымыз керек. Себебі қарайтын болсақ, бір статистика интернетте өте көп қыдырып жүр ғой да, мысалы, жаңағыдай 10 миллион подписчик жинау үшін, 10 миллион оқырман жинау үшін Netflix-қа 10 жыл уақытта кетті да, мысалы, там Facebook-қа қанша жыл уақыт кетті да, Twitter-дің өзіне вроде 238 күн, Twitter-дің өзінде жалпы 238 миллион қолданушы бар, ал Threads-қа 100 миллион қолданушы жинау үшін, мысалы, 5-ақ күн кетті. Біз бұдан не көреміз? Мета сияқты алып гиганттар, тек қана Мета емес, Мета, Google, Apple сияқты мысалда, қазір Tesla да сондай гигант болып бара жатыр. Сондай үлкен алып гиганттар қазір әлемді басқарады. Олардың құлдырауы мүмкін емес, олардың құлдырауы өте қиын. Бұрынғы біз дейтін өте алып гигант болып құлдыраған компаниялардың мысалдарын айтады ғой, Nokia-ны айтады да, мысалы Kodak дегендерді айтады. Солармен салыстырғанда мынандай Мета сияқты үлкен компаниялар құлдырамайды. Олар құлдырайтын болса, бүкіл біздің қазіргі қолданып жатқан қоғамдық желілердің барлығы бірге құлдырайды да, біздің өмір салтымыздың барлығы бірге құлдырайды. Сіз өзіңізді ойланып көріңіз, значит, Инстаграмда немесе басқа қоғамдық желілерде күніне қанша уақыт өткізетініңізді қарап көріңіз. Сіздің күннің, біз ояу жүретін күннің жартысына жуығы осы виртуал әлемде өтеді, ал бұл виртуалды әлемді басқаратын бір 4-5 компания ғана. Яғни олар құлдыраса, миллиондаған, миллиардтаған адамның өмір салты құлдырап кетеді, өмір салты қатты өзгеру керек болады. Ондай дүниені елестету мүмкін емес. Сондықтан да мен мысалы қандай акцияларды сатып алу керек, қай жерге инвестиция жасау керек десе, менің мысалы Apple, Meta, Google сияқты да, Microsoft сияқты алып гиганттарға сенімім өте зор. Себебі бүкіл адамзат тарихында дәл ондай үлкен компаниялар, дәл ондай адамның өміріне терең сіңген компаниялар болған емес, және соның дәлелі ретінде мына Instagramның жанындағы Threads'ты айтса болады. Себебі Instagramның күші, алып күші Threads'қа адамдар, кейбір компаниялар жылдар бойы жасаған результатты 2 сағатта жасауға мүмкіндік берді. Әлем дәл сондай дамып жатыр, әлемнің даму жылдамдығы дәл сондай деңгейде. Бұл видео сізге пайдалы, қызықты болды деп ойлаймын, және де мүмкін әлемде болып жатқан оқиғаға басқа бір көзқараспен қарауға сіздерге көмектескен шығар. Егер де сондай болып жатса, осы Nokia-ға ұқсас, дәл осындай ұқсас оқиғаларды комментарийларға жазыңыздар, және де менің парақшама тіркеліп қойыңыздар. И достарыңызға менің парақшамда дәл осы видеоның ссылкасын жіберуді ұмытпаңыздар, себебі дәл осындай қызықты және шабыттандыратын оқиғаларды көріп жүрсін, акцияға инвестиция жасауды бастасын.